Астананың іргесіндегі орманда күні бойы шанамен сырғанап, шаңғы теуіп шаршаған топ кешкісін шағын үйшіктің ішіне жиналғанбыз. Ошақта жанған оттың қызуы бойды балбыратып, ұйқы қыса бастағанда арамыздағы ақсақал бір әңгіменің шетін шығарды. Бұл оқиға сонау 20-шы жылдары болған екен. Зайсаңда кеңес үкіметі орнап, оның саясатын жүргізетін коммунистер мен комсомолдар да келді. Солармен бірге келген Абзал атты бір жас комсомол ауылдың айдай сұлу Айгерім деген қызына ғашық болады. Қыз да сымбатты, жігітті бір көргеннен ұнатып, араларында махаббат оты лаулап қоя берген. Ескі дәстүр мен жаңа тәртіптің тартысып жатқан кезі ғой. Айгерімнің атастырып қойған жігіті бар екен. Қалың малда төленген. 2 жасқа бұл да кедергі болмапты. Үлкендер екеуін тоқтата алмайды. Бірін-бірі сүйген егіз жүрек екеумізді өлім ғана айырады деп серттескенде көрінеді. Жағдайда әптен ушыққанда ру ақсақалдары өзінше сот жасап шешім шығарады. Өлім жазасы жай ғана өлім емес, құрық тимеген тауда жүрген жабай жылқының құйрығына байлап жіберу. 2 жас мұны да ерлікпен қабылдайды. Жылап сықтамай, жалбарынбай аттың құйрығына байланып кете барады. Тау тасты жерде олардың тірі қалуы мүмкін емес еді. Жабай жылқы сүйретіп ала жөнелгенде-ақ олардың денесін пышақтай өткір тастардың кескілегенін үкімді орындаушылар да, кигіз үйден сығалап тұрған бала-шаға да көрген. Егіз жүректі сүйреткен 2 жабай жылқының содан кейін ешкім көрмеген. Абзал мен Айгерімнің мұңды махаббаты жайлы аңыз әңгіме 30 жылдан астам уақыт бұл өңірде қозы мен баянның махаббатынан кем айтылмайтын. Екеуінде өлдіге санайтын. 60-шы жылдары Қытайда қандастар елге қайта бастағанда адам сенбес бір оқиға болды. Басқа бұлай болар деп ешкім күтпеген. Ошақтағы от сөнуге айналды. Сыртта боран басталды. Орман ішінде оның дыбысы қасқырдың ұлығандай естіледі екен. Қария әлі сөйлеп отыр. Балалардың алды пысылдап, ұйықтап кеткен. Менің ұйқым шайдай ашылды. Әрі қарай не болар екен? Өр Алтайдың оңтүстігінде сауыр жоталары бар. Уақыт мүжіп, қатпар-қатпар тастар шығып жатыр. Сол сауыр мәңгілік мұзға орнаған Мұзтауға барып тіреледі. Мұзтаудың бір бөлігінде өзімізде қалған Қытай жерінде. Ол кезде Мұзтауға жан баласы жоламайтын. Жете алмайтын да, талай жүректі жігіт Мұзтауға шығуды талпынып көрген. Шығуы да мүмкін еді. Биік шыңның етегіне ілінгендері әрі қарай көтеріле алмай кері қайтатын. Біріне қарлы бөткерде албастыдай киінген құбыжық адам көрініпті. Бірі соның қарға түскен ізін көрген. Бірі сақалды беліне түскен, сол адам жағып кеткен отының үстіне түскен. Сауырдың баурайын жайлаған ел оны шайтан десті. Қар адам дегендер де болды. Қалай десе де олардың біреуі де Мұздытауды мекендеген пенденің кәдімгі адам екенін 16-шы жылдары өркіншілігінде ақ патшаның әскерінен Қытайға қашқан қазақ көшінен адасып қалған 14 жасар бала екенін білген жоқ. Есейіп есін жинамай жатып, мына дүниенің зорлық-зомбылығын көрген, ата-анасынан тірідей айырылған бала содан бері Мұздытауды мекендеген. Жасы 30-ға жақындаған, аң аулап күнін көрген. Ауырса шөптен дәрі қайнатып, өзін-өзі емдеген. Қиянатты көп төменге түскісі келмеген. Анда-санда төменге түсе қалса, пенделерді көріп қалады, жағындағысы келмейді. Ол үшін бәрі жат, бәрі жеркенішті. Бүгінде емдік шөптер жинамаққа төменге түскен. Жақпар тастарының арасымен жан-жағына сақтықпен қара келе жатқан ол, аяғының астында ыңырсып жатқан адамды көргенде шошып түсті. Адам дейді-ау, терісі жұлым-жұлым болған, ырсиып сүйегі ғана қалған бірдеңе. Әптен жақындағанда байқайды, қыз бала. Аңырсып бірдеңе дейді, құлағын тосқан. Абзал, Абзал. Ары қарай сөйлей алмады. Аузына су тамызды, тамырын ұстап көрді, тірі. Қызды лашығына көтеріп келе жатқанда тағы ыңырсып көбірледі. Абзал, Абзал қайда? Тағы да біреудің болғаны ғой. Кім екен? Қыздың жарасын жапырақпен орап жатып та соны ойлаған. Қой, төменге түсіп қайтпаса болмас. Мүмкін қыздың айтқаны Абзал төменде бір жерде жатқан болар. Адамдардан безінген кісі киік емші Абзалды іздеп Мұздытаудың етегін 2 күн шарлады. Таппады. Кешкісін қызды емдейді. Шөптің қайнатпасын береді. Жарасына сол шөптен жасаған май жағады. Өзі де жалғыз жүріп, қасқырмен де шайқасқан. Құздан да құлаған. Қансырап жатып өз жарасын өзі емдеп үйренген. 2 күннен соң Айгерімнің беті бері қарап, кісіге емшісіне болған жайды баяндап беруге шамасы келді. Таудың өткір тастары
аттың құйрығына кеткен қыздың нәзік денесін парша-паршасын шарып қана қоймай, қолы байланған арқанды да қиып кеткен ұқсайды. Ол солай аман қалған, Абзалшы. Айгерімді аман алып қалған жаратқанның Абзалға да мейірімі түскен шығар. Ағыл-тегіл жылап, жүрегінің жартысын жоқтаған қызға қарап отырып, кісі киік емші осыны ойлаған. Олай болмаған күнде тым құрыса сүйегін табайын, мына бейшараның жанын жай тапсын дейді тағы бір ойы. Тағы да бірнеше күні Абзалды іздеумен өтті. Аяқ жететін жердегі орманды да, құздағы үңгірді де, сай-саланы да қарап шыққан, табылмады. Тек бір жерден үзілген арқанмен қанды із көрген. Сол маңайды індетіп іздеп көрді. Тау өзенінің тұсына келгенде адамның ізі үзілді. Әрі қарай еш белгі жоқ. Не ит құсқа жем болды, не суға батып кетті. Бәлкім, тірі қалған шығар. Осылай ойға шомып келе жатып, кісі кілт тоқтады. Төменде өзенді жағалап бір салтты кетіп бара жатыр екен. Иығына асынған мылтығы бар. Таныды, жиі көреді. Арғы беттен бері қарай жасырынып өтетін де бар. Әр жолы біреу болып келіп, бірнешеу болып қайтатынын да байқап жүр. Қасындағылардың қызылдылардан қысым көріп, Қытайға қашқан қазақтар екенінде іші сезеді. Жақындап баруға әр жолы жүрегі дауаламайтын. Бұл жолы да батпады. Үңгіріне қайтты. Қыз сауып қалыпты. Кісі киік келгенше үңгірде от жанып, қазанда аңның еті қайнап жатты. Ішке кірген бұған үміттене қараған. Не дейді? Басын шайқады. Үзілген арқанды да, қанды ізді де айтпады. Арқаның үйірлене соққан бораны кей сәтте ормандағы жалғыз үйдің есігін жұлып кете жаздайды. Ақсақалдың әңгімесіне беріліп отырып, біз ондайда селк кете қаламыз. Сәлден соң ақсақал сыбырға көшті. Ауық-ауық пысылдап ұйықтап жатқан балаларға қарап қояды. Хикаяның ересектерге ғана тыңдайтын тұсына жеткен сияқты. Құлағымызды түре түстік. Мұз тауда күн ерте батады. Таулы жердің барлығында солай. Кісі киік емші соңғы күндері үңгірден алыстамайтын болған. Айгерім аяғынан тұрғалы үңгірден бір жылулық есетіндей. Тамағы дайын, оты жағулы. Әйтеу бір тылсым күш тартып тұрады. Бүгінде кеш бата үңгірге кіріп алған. Сыртқа бір шығып келгенде Айгерімнің бұрыштағы тері төсенішке бүркеніп жатып қалған екен. Сәлден соң пысылдап ұйықтағаны білінді. Кісі киік оған қарап ұзақ отырды. Осы 30-ға жетер-жетпесінде ғұмырында әйел баласын мынандай сұлу қызды оңашада жақыннан алғаш көруі. Өткендегідей емес, жарасы жазылып, бетіне қан жүгіріп құлпыра бастаған. Бір кезде қыз ұйқысырап әлденені күбірлеп бір жағына аунап түскен. Үстіне жамылғанында сусып түсе берген. Бұрышта өлімсей жанған оттың жарғы оны сәл ашылған кеудесіне түскенде кісі киік қалай жақындағанын да сезбей қалды. Қолы дірілдеп ұйқыдағы арудың білегінен ақырын сипаған. Көзі жұмулы қыз жымиды. Кісі киіктің қолы жоғарылай бастағанда Айгерім сыбырлап, Абзал, сенбісің деп тағы жымиды. Кісі киік тез есін жинап, қолын тартып ала қойды. Бұл текті еді, арды ұятты намысты жоғары қоятын тұқымнан болатын. Оны өзінің іші сезетін. Көштен ес білетін шағында қалған. Әке-шешесі есінде. Ол отқа қарап ұзақ отырды. Не істеу керек? Қыздың бұл үңгірде қалмасы анық. Ауылына да қайта алмайды. Баратын болса өлім. Осы кезде қыз тағы ыңырсып, Абзал түс көріп жатқан сияқты. Кісі киік сөне бастаған отқа бір-екі отын тастап орнынан тұрды. Қыз жаққа бір қарады да сыртқа беттеді. Бір шешімін тапқан сияқты. Кісі киік емші сол кеткеннен келесі күні түс ауа бірақ келді. Келе сала Айгерімге жиналуды бұйырған. Қыз үшін бұл күтпеген жай болды. Кеше ғана өзін өлімнен құтқарған, жай ғана құтқарып қоймай, адам бейнесін қайтарған осы бір түсініксіз жанға ол да бауыр басып қалған еді. Өзі де сезеді, бұл махаббат емес, әлде әке, әлде аға секілді пана тұтқаны ма? Әйтеу бір жылы сезімнің бары анық. Қайда апармақ, ендігі тағдыры қалай болмақ? Кісі киік емші үнсіз жүріп, мұның жиналуына көмектесті. Жылы киімі жолға азығын қапқа салды. Сосын Айгерімді қарсы отырғызып, бетіне ұзақ қарады. Оның жанарынан тамшылаған жасты күректей алақанымен сүртіп, жетектеп үңгірден шыға берді. Қыз да ештеңе сұраған жоқ. Кісі киіктен жамандық болмайтындығына сенгеннен болар. Олар көп жүрді. Мұз таудың қарсыз етегіне түсіп,
гүрілдеп аққан тау өзенінен тұсына жеткенде ғана тізе бүккен. Сол жерде ғана кісі киік емші қызға тіл қатты. Қазір осы жерде бір адамды күтеміз, деді. Ол алысқа көз тастап, кеше ел жаққа қарай жалғыз өзі өтті. Қателеспесем бүгін кері қайтуы тиіс. Кейде жалғыз, кейде көшпен, кейде қуғыншылардан қашып. Қызға қараған, ол жәудіреген көздер қорқынышын жасыра алмай қарап қалыпты. Қорқпа, деді кісі киік емші. Егер оның соңында қуғыншы болса, сен көрінбейсің. Өзі біреулерді шекараға алып бара жатса, алдынан шығасың. Мен көрінбеймін. Ол жақсы адам. Ол адамға көмектесіп жүр. Ол батыр. Мен бәрін көріп жүрмін. Саған тиіспейді. Мұз таудың ар жағына жеткізеді. Олар жақсы адамды ұзақ күтті. Бір кезде кісі киік емші Айгерімге алыс беткейді қолмен ұстаған. Көз ұшында бір салт атты келеді екен. Жүрісі суыт. Жақындай бере байқады. Соңында қуғыншы көрінбейді. Өзі ғана. Көште жоқ. Әбден жақындады-ау дегенде кісі киік Айгерімді арқасынан қағып салт аттының алдына қоя берді. Сәл ұзай беріп қыз артына қараған. Кісі киік емші көрінбеді. Жасырынып қалған сияқты. Атын асығыс желдетіп келе жатқан салт атты тасадан шыға келген қызды көргенде мылтығына жармасқан. Оның жалғыз екенін көргеннен кейін ғана атының дізгінін тартты. Кімсің? Пер емессің бе? Тұр жолдан былай, деп бастырмалатып барады. Аға, ағатай, пер емеспін, адаммын, адасқан пендемін. Қазір бәрін айтып беремін. Тоқтаңызшы, ағатай. Айгерім тоқтамай сөйлеуде. Салт атты мұқият тыңдады. Кісі киік емші жайында айтқанда елең еткен жоқ, білетін секілді. Тек Абзал жайында айта бастағанда селк еткендей болды. Абзал деймісің? Сүйегі табылмады ма? Жә болды, сендім. Арғы бетке ала кетейін деп атын тебінтіп қызға жақындады. Мінгесе ғой, басқа елде бәлкім бағың ашылар. Артына қыз мінгестірген салт атты жотадан асып көрінбей кеткенше құз басынан кісі киік емші олардан көз алмай қарап тұрды. Сосын тізерлей қалып жерді төпештеп жылап жатты. Кісі киік емші жерді төпештеп жылап жатыр. Өксік толы өмірінің өшін жазықсыз қара жерден алғысы келген сыңайлы. Мынау жалғанда жалғыз қалғанын, адам аңдардан безіп үрей билеген үңгірде аң ғұмыр кешіп жатқанын, сол жалғыздығына жамау болар қызды қазір ғана өзі салт аттыға қосып жібергенін, соның өкініші өзегін өртеп бара жатқанын кім түсінер? Айгерім есіне түскенде кісі киік жылағанын тоқтатып, олар кеткен жота жаққа тесіле көп қарады. Көз жасын сүртіп орнынан тұрды. Ойланып тұр. Бір кезде дүр сілкініп, құзар шыңға қарай бет алды. Жай жүрген жоқ, жүгіріп барады. Ана екеуінің алысқа кетпегені анық. Қалай болғанда да қуып жетуі керек. Жоқ, ол енді бұлай жалғыз өмір сүре алмайды. Айгерімді алып қайтады. Салт аттышы, мылтығы бар ғой. Ол мерген. Кісі киік мұның бәрін жақсы біледі. Бірақ бір алапат күш оны алға сүйреп барады. Жықпыл тасты жырада, терең құзда оған кедергі емес. Қалай болғанда да Айгерімді енді жібергісі жоқ. Кісі киік тастан тасқа секіріп, мұзды таудан алысқа ұзай берді. Үңгірді мекендегелі қарлы мекеннен бұлай тым алыстамаған. Қыз мінгестірген салт атты бұл кезде мұздықтардан асып, қарлы жотаның соңғысына жақындаған. Енді бір ит пісірімдей уақыт жүріп, шекараға да жетіп қалады. Мұз таудың бұл беткейіне күзетуге қызылдардың шамасы әлі жете қойған жоқ. Қашқан қазаққа бұйырған қауіпсіз жолы осы ғана. Салт атты ойланып келеді. Осы маңайды шиырлағанына 10 жыл болыпты. Ата қонысы бергі бетте еді. Бәлшебектер келгенде қуанғандардың бірі осы тұғын. Көп кешікпей көңілі қалды. Аштық, зорлық, зомбылық. Көшпенді елдердің малына ауыз салғандар тіпті сорақылық. Ата дәстүр анау, адырам қалғыр. Содан бері күресіп келеді. Арғы бет оны батыр мерген дейді. Бергі бет бәлшебектер банды дейді. Қақпан құрып құртып жібергісі келеді. Талай тұзақтан сақтығының арқасында ысытылып шыққан. Осылай ойға шомып келе жатқан салт атты өзіне біреудің тесіле қарап тұрғанын сезгендей болды. Жалт бұрылып қараған ешкім көзіне түспеді. Артында отырған қызда үрейленіп отыр. Бәрібір бекер емес. Бұл арқасымен сезеді. Аңды да арқасымен сезіп, жалт бұрылып атқанда сезбей қататындығын. Кім болды екен? Тағы біраз жүрген соң жақпар тасты тау бітіп, жазық дала басталмақ. Одан кейін арғы бетке
қол созым жер. Сол сәтте салт атты ту сыртынан қадалған көзді тағы сезді. Болды, кешуге болмайды. Жайлап мылтығын сипады. Дайындап келеді. Сосын кілт бұрылып, жартасқа жабыса өскен жапырағы қалың ағаштың ортан тұсынан тартып жіберген. Гүрс еткен мылтық дауысы тау іші жаңғырып қоя берді. Оған қосарлана әлде адамның, әлде аңның түсініксіз дауысы естілді. Не болды? Кім? Деді Айгерім дір-дір етіп. Адам сияқты. Елсізде қайдағы адам? Деді салт атты түнеріп. Аю шығар. Аю шығар деді де мерген ол ойыннан тез қайтты. Онысын қызға сездірген жоқ. Аю бұлай аңдымайды. Қанша жер соңдарынан еріп келеді. Оңтайлы сәтті күткен. Мұздақ бітіп, қарсыз жотаға ілінгенде аңдушы ізінен жаңылды. Байқалып қала берді. Кім болды екен? Мерген артындағы қызға бұрылды. Ол да соңына қарағыштап келеді екен. Аю емес деді. Мерген жауап қатпады. Түнерген күйі өз ойымен өзі алысып келеді. Абзал емес, оны бұл анық біледі. Енді кім? Тіпті бірде қарлы шыңының ұшар басынан қауқа сақалды адамды да көрген. Ол бұл оған тиіспеуші еді. Ел ішінде әлгі туралы айтылатын аңыз әңгімелерге де қанық. Біреулер Қытайға қашқан атақты байдың баласы дейді. Шекарада байдың көші казактардың қоршауына түсіп, шеттей баласына дейін кескілеп тастаған екен. Жаратқанның құдіреті, әлгі қырғыннан байдың кішкентай баласы аман қалып, мұз тауды мекендеп кетіпті деседі. Ол болсашы. Ол неге бұларды аңдиды? Мерген қызға тағы бұрылды. Осы сен емші тауып алды дедің бе маған? Иә, ол қайда тұрады? Мұзды таудың басындағы үңгірде, жалғыз өзі. Мерген атының дізгінін тартты. Қызға бұл дұрыстап назар аударып қарады. Әдемі, көзі боталап, ерні дірілдеп, оған қарап қалыпты. Мергеннің жүрегі шым етті. Сұлу екен, осының соңынан келген ғой, бейшара, несіне жіберген екен, деген ішінен. Өзі сезіп келеді. Жаңа мүлт кеткен жоқ, бейшара. Bir кезде кілт тоқтады. Анау қырдың арғы жағы шекара, деді қызға. Кеш болып кетті, бүгін осында түнейміз, таң ата жолға шығамыз. Болды. Түн, тау бөктері, мерген шытырлап жанған отқа қарап ойланып отыр. Айгерім теріс қарап жатыр. Қасындағы кісі астына тоқымын төсеп, шапанын жамылуға берген. Ұйықтаған кейіп танытқанмен бұл да ояу. Оны мерген де сезді. Әлгі жігіттің қайдан келіп еді, біздің жақтан не істеп жүрді? Қаладан келген, жетім, жаңа үкіметтің адамы. Бәлшебек пе? Комсомол. Мерген кепкен бұтақтарды шытырлата сындырып отқа тастады. Бәлшебегі де, комсомол да бір шайтан. Азғындаған иттер. Сені азғырғанда сол екен ғой, иттің күшігі. Түсінікті. Қыз үндемеді. Теріс қарап бүрісіп жатыр. Ойы басқада. Абзал қайдасың? Шынымен де ит құсқа жем болып, айдалада сүйегің шашылып қалды ма екен? Тірі болсаң, бір хабарың жететін уақыт болды. Мына кісі де жұмбақтап ештеңе айтпайды. Абзалды айтқанда бір нәрсе білетіндей болып тұрады. Оның жоғалғанына көп таңғала қойған жоқ. Абзалды кісі кекте іздеді емес пе? Бір тапса сол табатын еді. Мың сан оймен арпалысып қыз, ту сыртынан біреу қапсырта құшақтағанда селк етті. Бұлқынып шықпақ болған, шамасы жетер емес. Жемтігім бүрген қырандай бүктеп барады. Қоянның көжегіндей болып бүрісіп шарасыз тыпырлай берді. Айқайлап үлгерді. Соның арасынша күректей қолдары аузын жауып тұншыға бастады. Ентіккен даусынан, үлбіреген тамағына қадалған тікендей сақалдарынан зорлықшының мерген екенін сезді. Оған қарсы енді ештеңе дей алмас. Тау ішінде екеу ғана. Ешкім бұған араша түсе алмайды. Айгерім тағдырының бұл сынына да мойынсынғандай, қарсыласпай сұлық түскен. Осы сәтте тау күңіреніп қоя берді. Сонау құз басынан қазандай тастар төменге домалап, ағаш басында қағылған құстарды дүр етіп көкке көтеріліп, азан-қазан болып кетті. Мергенде Айгерімді жайына қалтырып, жан таласып мылтығына жүгірген. Жоғардан біреу қарқылдап күлгендей болды. Адамның даусы ма, айванның үні ме ажырату қиын. Тау іші бірер сәт сол күлкіні қайталап, жаңғырып тұрды. Батырға да жан керек. Мерген анандайда дір-дір етіп, қорқыныштан тілі байланып тұрған Айгерімге ақырып жіберді. Тез жинал, түнделетіп арғы бетке кетеміз. Мына жерді шайтан жайлаған. Бол деймін, тез.
Қыз мінгестірген салт атты қараңғылық құшағына еніп, көрінбей кеткенде құз жақтан тағы да жаңғырық естілді. Бұл жолы жылаған дауыс жаңғырығы. Ол тағдырынан алған Әйгерімді зорлықтан аман алып қалса да, жанында қалдыра алмағанына күйінген кісі егеді. Қыз мінгестірген салт атты сол күні түстен кейін арғы бетке жетіп, тау қойнауындағы шағын ауылға ат басын тіреді. Ауылдан жүгіре шыққан жас балаға дізгінді ұстата салған. Мерген асығыс ортадағы кигіз үйге беттеді. Абдырап қалған бала ат үстінде қалған Әйгерімге көз түскенде тіпті састы. Қыз да түк түсінбеген. Сәлден соң бала есін жиып, қызды аттан түсірді. Мерген ашулы күйде үйге енгенде, қымыз ішіп отырған 3 жігіт өре түрегелген. «Ассалаумағалейкум, ат көлік аман жеттіңіз бе, көке?» Мерген жауап қатқан жоқ. Кесе толы қымызда бірақ төңкеріп, үрпейсіп тұрған шөге тесіле қарады. «Сен ана сырттағы қызды Бақыбайға жеткіз», деді ортадағы жастауына. «Үйден шығармасын, жұрт көзіне түсірмесін. Бір тал шашы түссе, басымен жауап береді. Мен айтты де. Бол, жөнел». Жастау сыртқа жөнелді. Мерген енді қалған екеуіне қадалды. «Ана жаралы жігіт қалай?» деді сұстанып. «Есін жиды ма?» «Біздің үйде», деді екеудің мұрттысы. «Есін әлі жиған жоқ. Сандырақтап жатыр. Бір қыздың атын айта береді. Әйгерім дейді, бірақ беті бері қараған секілді. Ішкерден алдыртқан емшіміз ем-домын жасап кеше кетті. Құдай қаласа 10 шақты күннен соң аяғынан тұрып кетеді деген». «Әйгерім» деді ма? Жаны сыр екен иттің. Мерген соңғы сөзінің аузынан қалай шығып кеткен өзі де байқамай қалған. Екі жігіт те елең етті. Өткенде қансыраған жігітті алдына өңгеріп келгенде басқаша деп еді. Осы маңайдағы емші біткеннің бәрі сол жігіттің өмірі үшін арпалысып, оны Мерген өзі бақылаған. Совет үкіметінің айвандығына тап болған бір бейшара болар деген бұлар. Енді міне кіжініп тұр. «Бұларға аяушылық жоқ», деді Мерген түсін суытып. «Оларды аямаған. Босқан елді шекарадан күтіп алып, бала-шағамен қоса пулеметпен қырған кім? Қорғансыз елдің тау-тау болып көмусіз қалған сүйектерін мына мен көзіммен көргенмін. Сенің де менің де мына ауылдың да атамекеннен босып аш-жалаңаш жат жерде жүргеніне кім кінәлі? Осылар, бәлшебектердің күшігі, ит». Мерген кілт бұрылып сыртқа беттеді. Аңтарылып тұрған екеу де соңынан ерген. Есік алдында арбаға мініп жатқан Әйгерім мен жас жігітте қарап қалыпты. Мерген оларға назар аударған жоқ. Қабынан кездігін шығарып, шеттеу тұрған жүдеу үйге беттеп барады. Мұртты жігіт тез-тез басып, Мергеннің алдынан шығып, кездік ұстаған қолына жармасты. «Көке, адам ғой. Көке, керегі жоқ. Бір ашуыңызды маған беріңізші. Көке, есін білмей жатқан адамды өлтірмеңізші, көке». Мерген мұртты жігітті бір қағып қақпақтай түсірді. Адымдай басып кигіз үйге жақындап қалған. Анандайда Әйгерімнің қасында бақылап тұрғаны жерге шырт түсіріп басын шайқады. Қызық, өзі құтқарып өзі өлтірмек пе? Сау тамтығы қалмаған ол бейшараның қай жеріне пышақ салмақ? Манадан бері сіле соқтырған Әйгерім селк кетті. «Кімді айтып тұрсың? Кімді өлтірмек?» деді анаған жыламсырап. «Айтыңызшы, кім?» «Өткенде арғы беткен өңкеріп келген адам ғой», деді жігіт арбаға отырып жатып. «Таудан тауып алыпты. Қасқыр талаған ба, ат сүйреген бе, әйтеуір түгі қалмапты бейшараның. Қой, бәлесінен аулақ, жүрейік. Кеш батқанша сені Бақыбайға жеткізуім керек». Ол сөзін аяқтап Әйгерімге қараған. Жоқ, Мергеннің соңынан жан ұшыра жүгіріп барады. Кездігін жалаңдатқан Мерген үйге кіре бұрышта жатқан жаралы жігітке қарай беттеді. Төрде отырған қарияға да назар аудармады. Жан алғыш әзірейілдей төніп келеді. Осы сәтте сырттан жүгіре кірген Әйгерім жаралы жігітке бір қарап алып, Мергеннің аяғын құшып, еңіреп қоя берді. «Ағатай, өлтірмеңізші, бұл абзал ғой, ағатай». Мерген қызды қаңбақ құрлы көрмей бір шетке лақтырып тастады. Абзалға жақындады. Қыз жан ұшырып аяғына тағы оралды. Жалғасы бар.